Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен жеңіл, өте оңай, қарапайым заттармен дайындалатын салаттың рецептісімен таныстырамын. Жаңағы жеңіл салатымызға қосылатын қоспалары: пекин капустасы, бір ғана сәбіз, көк пияз, қызыл пияз, кейін бәдірен, лимонның суын қосамыз. Капустамызды тураймыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз, майдалап. Турап алды. Енді тұзды татымына қарай азырақ қосамыз. Дайын болғаннан кейін тағы көреміз. Егер кем болса, тағы да қосамыз. Бұрышымызды қосамыз. Қара бұрышымызды. Лимонның сығындысын қосамыз. Енді соңынан 2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Salatımız dayım oldu. Mine bizden topa retseptiмен жасалған жеңіл салатымыз дайын болды. Өте қарапайым заттармен жасалынды. Әлбетте жасап жеп көрсеңіздер болады. Толық нұсқасы
біздің Ақ Дастархан YouTube каналында.